Туған балаңызды өз еркіңізбен өзге балаға айырбастап алуға дәтіңіз жетер ме еді? Қайдам. Қарақалпақстаннан Алматы облысына көшіп келген әйелдің осыған дейін 4 ұлы бар екен. 5-ші баласы да ұл болып туылғанына қуана қоймаған. 2-ші келіншек Алматы облысының тұрғыны, 5 қызы бар екен. 6-шысы да қыз болып, қайғысы ұлғая түскен көрінеді. Сөйтіп перзентханада іздегенге сұраған, екеуі құпия түрде балаларын айырбастап алыпты. Жастары 40-қа таяған олар бұндай әрекетке күйеулерін қуанту үшін барғанын айтады. Жасырын іс сәбилердің туу туралы куәліктерін жасату кезінде күмән тудырыпты. Мамандар медициналық карточкада көрсетілген жыныс балаға сай келмегендіктен құжат беруден бас тартып сотқа жүгініпті. Перзентханада дәрігерлерінен түсінік алынады, ақырында амалдары қалмаған аналар теріс қылықтарын мойындайды. Заңсыз іс сотқа жолданып, 9 ай дегенде сот істің нүктесін қояды. Сонда ақыры не болды дейсіз ғой? Қос ана мен оның күйеулері сәбилерді осылайша өздерінде қала берулерін, ауыстырғандарына еш өкінбейтіндерін, 9 ай бойы емізіп, әбден туғандай болып, бауыр басып кеткендіктерін айтып, судьяға жалынып, жүрегін жібіткен екен. Сөйтіп олар ауыстырып алған балалармен қалып, құжаттарын реттепті. Ал Қарақалпақстаннан келген отбасы баланы алып кері көшіп кетіпті.